саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін сіздермен өтетін сабағымыз тақырыбын мен сіздерге айтпас бұрын өздеріңіз болып жазсаңыздар деймін бүгінгі сабақтың тақырыбын. Ең алдымен сіздермен бүгінгі сабаққа жақсы көңіл күйімізді тудырып алайық. Күннен, жерден нәр алған біз өмірдің гүліміз, бүгінгі күннің сәтінде сәтті болсын күніміз деп, бүгінгі күніміз сәтті болсын. Құрметті оқушылар, экранда сурет көріп тұрсыздар, иә? Суретте дастархан басында отырған ақсақалды және жас қызды көріп отырсыздар, иә? Жалпы бүгінгі сабақтың тақырыбы қалай болады деп ойлайсыздар? Туф, осыдан шаршадым. Жақсы. Енді мына бір бейнебаянға назар аударыңыз. Не ойлап тұрсың? Сіздер де ата сияқты қарты болғанда мен сіздерді бөлек бөлмеге шығарып тастаймын. О Алла, жастарына имандылық, еліне тыныштық береді. О Алла, жастарына имандылық, еліне тыныштық береді. Міне алдарыңызда бейнебаян ұсынылды, иә? Жалпы сіздер ойланып отырған шығарсыздар, иә? Ой тудыратын бейнебаян. Шынымен де біз үлкенді құрметтеуіміз керек. Біздің үйдегі ата-әжелеріміз, әке-шешелеріміз, олар біздің байлығымыз, қазынамыз. Ендеше біздің байлығымыз, қазынамыз ол атамыз бен әжеміз. Олардың орны төрде болу керек екен, иә? Ал енді мына бейнебаянда көргендеріңіздей кішкентай немересі атасын жеке бөлмеге шығарып тастағанға көңілі толмай тұр. Әке-шешесіне не деп айтып тұр? Егер де сіздер де қартайсаңыздар, мен сіздерді бөлек бөлмеге шығарамын дейді. Бұдан не деуге болады? Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің дейді, қазақта мақал бар. Ендеше өзіміздің ортамызда біз баламызға қандай үлгі өнеге көрсетсек, соны балаларымыз қайталайтын болады екен. Өздеріңізді орыс әдебиетінен де оқыған шығарсыздар, иә? Тургеневтің шығармасында қарт қария үнемі ыдысты сындырып ала бергендіктен, оған ағаштан темір итаяққа тамақ құйып беріп жүреді. Соны көрген баласы бір күні ағаштан тостаққан ойып отырады. Сосын анасы сұрайды: балам, не жасап отырсың деп.
Сонда айтады, сендер қартайғанда ыдысты сындыра бермес үшін ағаштан тостақан ойып отырмын дейді. Өйткені сендер де менің атама итаяқтан, темір ыдыстан тамақ беріп отырсыңдар ғой дейді. Сонда анасы ойланып, өзінің қатесін түзеп, атасын өз орнына әкеліп, дұрыс ыдыс аяқтан тамақ беретін болған екен. Бұл жерде не айтады? Бұдан не түюге болады? Егер де үйде қандай тәрбие болса, сіздер соны ұшқанда іледі екенсіздер. Ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай болмақ деп ойлайсыздар? Атам төрде отырады. Ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы атам төрде отырады. Сабақтың мақсатына мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау, қазақша амандасу мәнері мен ұлттық этикет формаларын пайдалану, мәліметтерді жинақтай отырып тақырып бойынша постер жасау. Енді жалпы сіздерде мынандай тапсырма берілген оқулықтарыңызда. Суретке қара, сұрақтарға жауап бер дейді. Біз суреттен үлкен отбасын көріп тұрмыз, иә? Отбасында атасы мен әжесі бар екен, әкесі бар екен, және оқушы бала бар, анасы бар, иә? Ендеше үлкен отбасын көріп тұрмыз. Ал үлкендердің орны төрде екен, иә? Үйлеріне келген қонақтарды қалай қарсы аласыңдар? Қонақтарды дастархандағы дәмге қалай шақырасыңдар? Дастарханға қандай тағам қоясыңдар? Дастарханға шақырылған қонақтар қай жерге отырады? Үй иелері қайда отырады? Сен қайда отырасың? Деген сұрақтарға жауап берсеңіздер болады. Ауызша жауап берулеріңізге болады. Жалпы бүгінгі таныс болатын сөздеріңіз, жаңа сөздеріңіз төр және босаға. Төр – почетное место. Қария – старик, пожилой человек. Қонақ – гость. Төрлетіңіз, проходите, пожалуйста. Үлкендер – взрослые, пожилой человек. Алыңыз, возьмите, беріңіз, дайте, оқыңыз, читайте, тыңдаңыз, слушайте, ішіңіз, пейте, жазыңыз, пишите, көріңіз, смотрите, отырыңыз, садитесь, зейнеткер, пенсионер. Ендеше бұл жерде дескриптор берілген сіздерге сұрақтарға жүйелі жауап бере алсаңыздар, 4 ұпай жинайсыздар. Келесі тапсырма мәтінмен жұмыс. Мәтінді тыңда, түсінгеніңді айт, оқы. Төр – сыйлы орын. Төр – қонақ бөлменің жоғарғы жағы. Ол жасы үлкен адамдар, қонақтар отыратын сыйлы орын. Қазақ үйге келген қонақты төрлетіңіз, төрге шығыңыз деп қарсы алады. Көрпе төсеп, жастық қойып, төрге отырғызады, құрмет көрсетеді. Қазақ халқында дастарханға үлкендерден бұрын отыру ұят саналады. Себебі алдымен ақсақалды ата мен ақшашты әжені сыйлап, төрден орын береді. Үлкен кісілер көпті көрген сыйлы кісілер. Қазақта төріңнен қарт кетпесін деген сөз бар. Себебі қарт тілегін айтып, батасын береді. Төрде қарттар, одан төмен жастар отырады. Тамаққа да үлкендерден бұрын қол созуға болмайды. Ол әдепсіздіктің белгісі. Дастарханда үлкендермен жарысып сөйлеуде ұят саналады. Қазақ дастарханы дос, бауыр, туысқан емес, кез келген адамға ашық. Қазақтар бірін-бірін үйіне барып жиі араласқанды ұнатады. Әсіресе ата-анасын әрқашан құрметтеп, үйіне шақыру, төрге отырғызу қазақ баласы үшін әрі міндет, әрі парыз. Өйткені дастархан жақсылықтың басы, қуаныштың белгісі. 4-ші тапсырмада мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру керексіздер. Төр қандай орын? Қазақ халқы үйге келген қонақты қалай қарсы алған? Қонаққа қалай құрмет көрсеткен? Қазақ халқы төрге кімді отырғызған? Қазақта қарт туралы қандай аталы сөз бар? Төрде кім отырады? Дастарханға кім бата береді? Сұрақтарға оқушылар оқылған тапсырма бойынша жауап берсе, 2 балл еншілейсіздер. Енді жалпы тілдік бағдарға керек. Жалпы есім және жалқы есім туралы не білеміз?
Сіздер бастауыш сыныпта жалпы зат есім сөз таптарын білесіздер, иә, 9 сөз табы бар екенін білесіздер. Соның ішінде зат есім, заттың атын білдіретін, кім не деген сұраққа жауап беретін сөз табы. Зат есімдер мағынасына қарай жалқы есім және жалпы есім болып бөлінеді. Жалқы есім адамның, қаланың, жан-жануарлардың, шығармалардың және тағы басқаның атын білдіреді. Мысалы, Алматы ол жер аты, Айару кісінің есімі, Ақтөс ол жануардың, я иттің аты. Ендеше жалқы есім дегеніміз не екенін сіздер мұқият түсініп алғандарыңыз дұрыс. Ал жалпы есім ол заттардың ортақ жалпы атауын білдіреді. Мысалы, қала, қыз, ағаш, ит және тағы басқа. Ендеше сіздер жалпы есім мен жалқы есімді ажырата білулеріңіз керек. Жалпы есім дегеніміз ол заттардың ортақ жалпы атауы. Ал жалқы есім дегеніміз адамға, қаланың, жан-жануарлардың аттары. Соны естеріңізде сақтайды деген ойдамын. Мына жерде 5-ші тапсырма берілген. Төменде берілген сөздің ішінен жалпы есімдерді теріп жазу керек. Сол егер дұрыстап жазсаңыздар, сіздер 2 ұпай еншілейсіздер. Енді бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Нені білдіңіз бүгін, нені үйрендіңіздер, не әлі де түсініксіз. Өздеріңіз ойларыңызды дәптерлеріңізге жазып жіберіңіз. Бүгінгі сабақта не білдің, не үйрендің, және әлі де не үйренгіңіз келеді. Сау болыңыздар, келесі сабақта кездескенше. Назарларыңызға рахмет.